Сәлем баршаңызға. Бүгін осындай оюдың тігілу жолын көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін тамашалап, менімен бірге болыңыздар. Бұл жерде мен алдыңғы видеода сызып дайындап алған оюымды қайшымен әдемілеп отырып осылай қиып алдым да, көк түсті матаның үстіне осылай біркелкі етіп жабыстырып алдым. Енді осы оюларымыздың үстінен бастырып тігетін боламыз. Бұл жерде оюдың сыртқы бөлігін тастамаңыздар, ол да сіздерге өте қажет болады құрақ құрау кезінде. Оны да осылай үстінен бастырып отырып тігіп аласыздар. Бұл жерде зигзаг әдісін қолданамыз, өте әдемі болып шығады. Жіптің түсін оюдың түсімен түстес қылдырып алсаңыздар болады. Сондай өте әдемі болып көрінеді. Тігілу кезінде осылай екі қолмен бұрып отырып, бұрыш-бұрышын келтіріп отырып тігесіздер. Бір-екі ою тіккеннен кейін қолдарыңыз жаттығып, оңай болып кетеді. Мінеки оюларымыз дайын, өте әдемі болып шықты. Бұрыш-бұрышының барлығын келтіріп отырып тігеміз. Астыңғы беті осындай болады. Енді барлық оюымызды осылай отырып тігіп аламыз. Егер де видеом ұнаса, лайк басып, комментарий жазылып, каналыма тіркеліп кеттіңіздер. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет.